Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл видеода біз Weibo платформасын қалай скачать етеміз және онымен қалай жұмыс жасаймыз. Ондағы инструменттерді қалай қолданатынымыз туралы айтатын боламыз. Ең бірінші, любой жаңағы Safari болсын, Google болсын, поисковикке Weibo скачать деп басамыз. Сол жерде 1, 2, 3, мынау именно 3 тұр ғой, Weibo жаңағы Сингапур деп ше. Вот соны басамыз. Басқаннан соң бізге осындай окно шығады. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде скачать, ағылшын тілінен аударғанда скачать деп тұрады. Осыны басамыз. Егер сізде MacBook болатын болса, for Mac. Егер сізде Windows болатын болса, for Windows дегенді басамыз. Мысалы үшін менде MacBook. Давайте осы for Mac дегенді басайық. Мына төбеде көрдіңіздер ме? Оң жақ төбеде. Осылай примерно 5, 10, 15 минут бойы скачать етіледі. Скачать етіледі. Енді скачать етіліп болғаннан соң, сол скачанный файлдың үстіне басқан кезде бізде осындай шығады. Сол жерге міне Weibo деп тұрады, Weibo'ды басамыз. Сол кезде астына осылай түсіп, Weibo платформасы осылай ашылатын болады. Енді давайте, бұл бізде жұмыс жасайтын платформа. Енді қараңыздар, бұл жерге біз ақша сала алмаймыз. Бұл жерде просто біз инструмент ретінде анализ жасайтын, теханализ жасайтын инструмент ретінде қолданамыз. Бұл жерден біз ешқандай позиция ашпаймыз, ешқандай ақша салмаймыз. Тек қана сызып, жазып қолданатын боламыз. Міне, мынаның астында бізде settings деп тұрады. Бұның орысша варианты жоқ, тек қана ағылшынша. Бірақ сіздерге бұны қолдану үшін ағылшын тілін білудің қажеті жоқ, потому что тек қана инструменттерді қолдана алсаңыз болды. Settings деген бізде настройка, осыны басамыз. Егер де сіз ақ түске ауыстырғыңыз келсе, осыны басасыз. Егер де қара түс ұнайды дейтін болса, осыны басасыз. Все. Маған өзіме қара түс ұнайды. Енді қараңыздар. Біздер акциялармен жұмыс жасаймыз, сондықтан біздерде өзімізде арнайы уақыт бар. Премаркет, автомаркет, постмаркет дегеніміз, ол дегеніміз не? Біздің өзіміздің жұмыс жасайтын уақытымыз ол 19:30 бен түнгі 2-нің арасы. Енді айттым ғой, бұл жерде бізде Қазақстан уақыты жоқ, көбінесе Америка уақыты деп. Сондықтан да біз не істейміз? Мына жерге астында қарасаңыз, сіздерде былай қап-қара болып тұрады. Мынаның астыңғы жағын қараңыздар, мен мышканы апарам. Extended House деп тұрады. Осы Extended House'ты басатын болсам, менде қараңыздар, қара, серый, ақ болып бөлінеді. Ой, серый және қара болып бөлінеді. Міне осы біздің жұмыс жасайтын уақытымыз. Енді давайте мен сіздерге жазып берейін. Біздің қараңыздар, текстпен мынау именно қара зона 19:30 бен түнгі 2:00-ден, ойбай, 19:30 бен түнгі 2:00-дың уақыты. Бұл бізде маркет уақыты. Сауда деп қойын, сауда жасау. Сауда жасау уақыты. Бұл міне қара зона. Именно біздегі қара зона ол 19:30 бен 2:00-дің аралығы. Енді қараңыздар, мына серый зона бізде 2-ге бөлінеді. Мен өзім сіздерге мына немен бөліп берейінші. Бұлай бөліп алсаңыздар болады. Қараңыздар, мынаның астында число тұрады, каждый серыйдың. Сол числоны былай сызамыз. Числодан былай қарай бізде автомаркет. Автомаркет дегеніміз маркеттен кейінгі уақыт деп аталады. 2:00 мен таңғы 6:00-дің аралығы. Мынау, яғни после маркета деп тұр, қараңыздар, после маркета. Ал мынау маркеттен алдыңғы уақыт, премаркет, обедкі 14:00 мен 19:30-дың аралығына дейінгі уақыт. Бұл бізде премаркет деп аталады. Қараңыздар. Сонда бізде мына жерде тоже число болады ғой. Қараңыздар, автомаркет. Мысалы, қазір сағат 2 болады. Сол кезде бізде уже премаркет басталады. Дәл қазір бізде автомаркетпен бітіп тұр. Мынау тоже бізде автомаркет болып осылай жалғасып кете береді. Получается, енді мен сіздерге бірдене үйретейін. Мына жерде бізде жалпы негізі 3 маркетпен жұмыс жасаймыз. Премаркет, автомаркет,
маркет уақытында біз сауда жасаймыз, ал автомаркет пен премаркет біз сауда жасамаймыз, ол просто бізге анализ жасау үшін керек. Одан кейін астында тағы овернайт дегенді қосатын болсақ, қараңыздар, овернайтты қоссақ, жаңа автомаркеттен бітті ғой, бізде таңғы 6 мен 14:00-ге дейінгі уақыт. Давайте жазып қояйын. Овернайт. Бұны қоспай ақ қойсаңыздар да болады, кейде анализ жасау үшін қолданамыз, а так бізге керек емес. 14:00-ден ойбай 14:00-ге дейінгі уақыт, міне. Яғни бізде көбінесе көп платформаларда көрсетпейді бұл нәрсе, тек қана Weibo платформасында ғана көрсетеді осы уақыт. Все, давайте на 3 уақыт тұра берсін сіздерге: автомаркет, премаркет және біздің маркет. Біз осы маркеттермен жұмыс жасайтын боламыз. Біздер премаркетті анализ жасау үшін мынаны біздер кәдімгі өзіміз сауда жасау үшін қолданамыз. Бұл түсінікті, иә? Енді давайте өшіріп тастайын. Енді басынан бастаймын. Мынаның астында таймфрейм деген нәрсе болады. Таймфрейм ол уақыт бірлігі. Қараңыздаршы, мынаның каждый, қараңыз, мысалы 30 минуттық таймфреймде тұр. Қараңыз, мынадан басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мысалы 19:30-дан басталды ғой. 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 12:30, 1:00, 1:30, 2:00. Сонымен бізде не қылды? Каждый мынау свечке 30 минуттық болғаннан соң ол бітіп қалды. Енді қараңыздар, 1 сағатқа ауыстырам. 1 сағатта уже свечке ауысты, потому что мына каждый свечки ол бізде 1 сағат. Қараңыздар, 19:30-да ашылды, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Ой, мынадан басталады, серый зонадан емес, мынадан. Яғни қараңыздар, 20:30, 21:30, так, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, сонымен бітті. Көрдіңіздер ма? Каждый таймфреймді үлкейткен сайын менде свечкилар қысқарады. Енді қараңыз, 5 минутқа қоятын болсам, менде даже ол бір экранға симайды. Неге? Потому что мынаның каждый бір свечкасы ол 5 минуттық таймфреймда құралған свечка. Сол үшін де қараңыздар, үлкен таймфреймдарда бізде шум аз. Оны біз анализ жасау үшін қолданамыз. Ал позиция ашу үшін біз 1 минуттық, 5 минуттық, кейде 10 минуттық таймфреймдарды қолданамыз, иә? Потому что 5 минуттық свечкида нелер өте көп да, шум өте көп, свечкилар құрыла береді. Сол үшін де бізге анализ жасау үшін үлкен таймфрейм керек. Бірақ мен міндетті түрде өзім позиция ашу үшін 5 минуттық таймфреймді қолданамын. Кейде міне 1 минутқа ауыстырып, 1 минутта не істеп жатыр деп, осылай ауыстырып отырып қолданамын. Даже мысал үшін 1 сағаттықпен анализ жасасам, бұл жерде маған шум көп болатын болса, мен үлкен таймфреймға, міне 1 күндік таймфреймға ауыстырып тастаймын. Ескерту, 1 күндік таймфреймға қойсаңыз, сізде серый қара болып бөлінбейді. Себебі ол жерде уже 1 күндік таймфрейм ғой, яғни 1 күндік свечка ол біреу-ақ. Сол үшін ол жерде ол бөлінбей қалады. Бұл жер бойынша түсінікті. Енді давайте төбеге кеттік. Ең біріншіден бастайық. Мына жерде поисковиктің суреті тұрады. Осы поисковикке біз өзіміз қандай компаниямен трейд жасағымыз келеді, соның тикер символын жазамыз. Тикер символ дегеніміз, мысалы үшін Tesla деген 5 әріп қой. Оның каждыйның тикер символы болады. Мысалы Tesla деп жазылмайды бұл жерде. Тикер символ бойынша жазылады. Мысалы, менің атым Гүлбану, бірақ үйдегілер мысалы Гуля деп айтуы мүмкін да. Яғни Гуля менің қосалқы атауым. Сол сияқты бұл жерде де основной атау бөлек, қосалқы атау бөлек. Сол үшін міне Tesla деп аталады. Мысалы MSCR деген компания бар бізде, 4 MSCR деп аталады тикер символы. Ол бізде стратегия деген сияқты да, яғни қысқартылған атауы MSCR. Сол үшін біз бүгін мына компаниямен трейд жасайын деп жатырмыз дейтін болсақ, оның тикер символы қандай деп сұрауларыңыз керек, иә? Бұл жер түсінікті. Яғни мына жерге біз өзіміз қандай компаниямен трейд жасайын деп жатырмыз, соны таңдап аламыз. Енді астынан бастайық. 1 индикатор деп тұрады. Осыны бассақ, бізде міне әртүрлі индикаторлардың атауы шығады. Мысалы, мына жерге индикаторстың қасында 3 бұрыш тұрады. Осы 3 бұрышты бассақ, мынаның астында неше түрлі индикатордың суреті тұрады. Қайсысы маған керек? Не істейміз? Сызып аламыз. Жалпы индикатор деген
ол бізге андай қосымша инструмент қой, әртүрлі, мысалы сатып алушылар мен сатушылардың зонасын көрсететін, 14 күндік орташа бағаны көрсететін, бүгін баға больше қай жаққа қарап тұр деген сияқты бізге қосымша инструмент ретінде қолданамыз. Бірақ көбінесе біздер индикаторды қолданбаймыз, көбінесе ATR және VWAP деген индикаторды ғана қолданамыз, қалған индикаторды қолданбаймыз. Ол міне ATR 14 күндік орташа және VWAP осылай сызылып тұрады деген сияқты. Егер керек емес болса, осылай үстін басып өшіріп тастай саламыз. Келесі ол бізде қаламның суреті. Қаламның суретін басқанда 1, 2, 3, 4 деу шығады. Осылардың барлығын біз анализ жасауға сызып, өшіріп қолданамыз. Ең бірінші мына бөлімді қарайық, давайте үшбұрыштыны басамыз. Бірінші тренд лайн. Ертең сіздерге не сызу беріледі, үй жұмысына трендтерді сызып келу беріледі. Мысалы, давайте осымен аптренд болатын болса, бірінші ұшымен екінші ұшын аламыз и былай басып қыламыз. Немесе enter деген тұрады, enterді басып қылсақ, все, өзі осылай тұрып қалады. Бұл бізде трендтерді сызуға көмектеседі. Егер де даунтренд сызатын болсақ, төбеден аламыз, астына дейін жылжытамыз да, enterді басып қалатын болсақ, уже все, өзі тұрып қалады. Вот осылай трендтерді, трендлайнды қолданамыз. Бұл көбінесе бізге трендтерді сызу үшін қолданылады. Екінші горизонтальная линия. Осыны басқан кезде біз деңгейлерді сызамыз. Мысалы үшін, мына жерде мен деңгей көріп тұратын болсам, осы горизонтальная линияны аламын да, прям центмен бірге осылай сызатын боламын. Сол кезде мен деңгейден деңгейге дейін деген сияқты қолданамын. Келесі ол менде вертикальная линия. Вертикальная линияны көбінесе анализ жасағанда қолданбаймыз, тек қана өзіңізге осылай түсінікті линияларды қолдан сызып алу үшін қолданасыздар. Мына жерде де тура сондай, мынау да тура тренд лайнға ұқсайды, бірақ бұл андай қысқартылып қалмайды да, бұл прям ұзын болып тұрады, былай аударылып, төңкеріліп, мышканы осылай аудара берсеңіз төңкеріп қолданамыз. Бұны да көп қолданбаймыз негізінде. Вот мынау тоже қай жерден бастайсыздар, до конца кете береді. Міне, осылай. Тура жаңағыларға ұқсайды, просто қолданып кете бересіздер. Мынау тоже горизонтальная линияға ұқсайды, бірақ бел ортасынан, жартысынан былай қарай, немесе жартысынан былай қарай қолдану үшін сызамыз. Яғни осылай шұқылап сіздер сыза берсеңіздер болады. Енді екіншісі бізде параллельная сызық, яғни мынаны аламыз, осыны enterді басып, жоғарыға қарай былай жылжытсақ, получается мына екі зонаның арасындағы параллельная линияларды сызуға қолданатын боламыз. Көбінесе бұл қай кезде керек? Мысалы, кейде біз трендтерді былай сызамыз да, мысалы, мынау аптренд осы мына каналдың ішінде жүр деген кезде сызу үшін қолданамыз. Егер бұны прям бұлай сызғыларыңыз келмесе, даже жаңағы тренд лайнның астын былай сызып алып, одан кейін тағы да осыны алып, үстін былай сызып алсаңыздар да болады, ол без разницы. Просто көрдіңіздер ме, барлығы бірдей, просто әр қайсысы сразу сызып кетуге арналған инструменттер. Потом екіншісі, мысалы кейде біз алдын ала план жазу үшін, бүгін мен осындай рынокты көріп тұрмын деп сызатын болсаңыздар, міне сол үшін жалпы қолданылады. Дальше мен осындай қозғалыс күтемін деген сызықтар үшін, я. Одан кейін дальше келесі, мына жерде вот көрдіңіздер, осындай инструменттер өте көп. Мысалы, мен мына жерде бір зона көру үшін, зоналарды сызу үшін, ертең сіздерге стратегияда зона сызу керек болады. Соны мынадан аламыз. Осының үстін басамыз, міне зоналарды сызамыз. Потом сызғаннан соң мына жерде настройки деген тұрады. Осы настройкиға басып, несін өзгерте бересіздер, бағаларын, немесе мынаның түсін өзгертіңіз келсе, мына жердегі, и мынаған басасыздар да тоже мынаны фиолетовыймен өзгертіңіз келсе, осылай түстерін өзгерте берсеңіздер болады. Потом міне мына жерде де мыналарды қатты қолданбаймыз, примерно өздеріңіз осылай сызып көре берсеңіздер болады. Осылай неше түрлі андай паттерндерді қолданатындарға арналған. Потом келесі ол бізде үшінші Фибоначчи, ең керекті инструмент. Бізде Фибоначчидің бізде не істейміз, кейде сызамыз, получается осыны алып, настройкасын жасап, Фибоначчидің қайсы 50%-інде тұр, қайсы 80%-інде тұр, тоже сыза берсеңіздер болады. Фибоначчи ол бізде кейде ровно 50%-терді анықтауға, ровно қақ ортасын анықтауға көмектеседі. Келесі инструмент ол бізде міне Т деп тұрады. Бұл жерде біз көбінесе текст жазамыз. Мысалы, мына жерде сіздерге ертең үй жұмысы беріледі, шутинг стар деген нені тап деп, мысалы.
свечкиді тап. Shooting star деп қоясыздар да, осылай жазып, осының мынаның қасына алып кеп қоясыздар. Или жаңағы премаркет, автомаркет, мынау бізде откатный уровень деген сияқты уровеньдарды ұмытып қалатын болсаңыздар, текстпен жазып алсаңыздар болады. Келесі ол бізде мынау тоже жазасыздар. Все. Одан кейінгі үшінші инструмент ол бізде мынау тиск деп аталады. Мысалы, сіз белгілі бір мына жерді белгілегіңіз келсе, осылай белгілеп аласыз, кистке барып, немесе былай сызғыңыз келіп тұр, көрсеткіңіз келіп тұр бірдеңені түсіндіріп, кист арқылы сыза берсеңіздер болады, как будто рисование сияқты, иә. Все. Дальше инструменттер бойынша осы инструменттерді қолданамыз, сызамыз, жазамыз, анализ жасаймыз. Келесі ол бізде свечки. Свечки деген сол міне жасыл, қызыл свечкилар. Осыларды мынаған бассаңыз, ол уже линия түрінде өзгеріп кетеді. Мынаған бассаңыз, ол тау түрінде көрсетеді. Біздер көбінесе японский свечиді қолданамыз, іші толықтырылған. Потому что бізде 80% трейдерлар японский свечимен жұмыс жасайды. Одан кейін пустые бары деген бар. Яғни мынаның іші жана боялған еді ғой. Мына жерде уже пустой болып қалды. Одан кейін мына жерде бар. Бізде герчик көбінесе бар түрінде қолданады. Мынандай ешқандай қоюлатылған түрі емес. Просто бұл жерде цена закрытиясын көрсетеді. А сіздерге көбінесе японский свечи керек, осыған қойып алсаңыздар болады. Потом келесі ол бізде мынаны басамыз, сол кезде қараңыздар. Екіге бөлсем, экран екіге бөлінеді. Мысалы, мына жерде Tesla компаниясын қарап жатсам, мына жақта мен Nvidia компаниясын қарауым мүмкін. Сол кезде міне екі компанияны. Мына жерге үшеуін қойсам, үш компания, төртеуін қойсам, міне төрт түрлі компанияның каждыйына, мысалы, давайте көрсетейін. Мысалы, Nvidia. Мына жаққа AMD-ді жазып алуыңыз мүмкін. Сіздер көргенсіздер ғой мынандай неше түрлі экрандармен жұмыс жасайтын. Вот осындай экрандарды қолданады. Мына жерге спай деген сияқты міне төрт түрлі, міне спай. Төрт түрлі компанияны ашып қояды, төртеуінің қозғалысын бір кезде көреді. Мен сіздерге советім, ол қатты каша боласыздар, осылай не істейсіздер, қойып аласыздар бір экран, сосын төбеде плюс деген батырма болады. Кейбіреулерінде бұл шықпайды енді. Шықпаса, жаңағыдай төрт экранға баса саласыздар. Мысалы, менде шығады. Мынаны басамын. Потом чарт дегенді басам. Осы жерде мынаны қызылды басып тастаймын. Мынаны созам полностью экранға. И көрдіңіздер ма? Уже мен осылай экран. Егер сізде мынандай фиолетовый сызық мешать етіп жатса, мына жерде тұрады, мынаның астында. Осыны не істеймін? Мына жақтан өшіріп тастаймын. Енді қараңыздар, мына жақта мен мысалы Тесланы қараймын, мына жақта спайды қараймын, осылай ауыстырып отырамын. Зато маған үлкен экран көруге удобный болады. Түсінікті ғой, иә? Келесі ол мына жерде менде әртүрлі компаниялар тоже таңдап алуға мүмкіндік береді. Бірақ бұл қатты керек емес, ол индекстерге байланысты. Все, біздер инструменттерді осылай қолданатын боламыз. Сосын бізде мынандай нәрсе бар. Мысалы, мен бір деңгейді сыздым, қараңыздар, деңгейді сыздым. Примерно маған центімен сызу керек. Мынаның төбесінде магнит болады. Осы магнитті көк қып сызып қоямыз. Сол кезде именно біз қалайтын бағаға өзі осылай тартып алады магнит қып. Егер өшіретін болсақ, көбінесе ол дұрыс емес тұрып қалуы мүмкін. Дұрыс емес тұрып қалғанның өзіне мынаның үстін басқанда, мынаның төбесінде мынандай инструмент шығады. Осы настройкасына барып, мен прям маған 454-те 70 деген центіне дейін керек болатын болса, осыны настройкадан өзгерте аламын. Және мынаның түстерін, мен сызған деңгейімнің түстерін мына жерге барып, любой түске осы жерден өзгерте алам. Яғни мынаның көмегімен мен түсін өзгертем, бағасын өзгертем, өзіме қайсы қолайлы, соны өзгертіп алатын боламын. Түсінікті. Так, дальше не қалды айтылмай қалған. Сосын қараңыздар, сіздер мысал үшін былай сызып жатсыздар, кейбіреулер жылжып кете беретін болса, мына жерде құлыптың суреті тұрады. Осыны құлыптап қоятын болсаңыздар, міне қараңыздар, мынау тұр. Егер мен осыны құлыптағым келеді, мысалы, бұл не істейді? Уже менде жылжымайды. Қараңыздар, мен басып жатырмын, басылмайды, потому что мен құлыптап қойдым. Яғни деңгейлерім қозғалып кетпесін десеңіз, осылай құлыптап қойсаңыздар болады. Сосын мына жерде примерно былай каша болып кетті деп есептейік, мына жерде каша, мынаны сыздым, мынаны былай сызып, примерно сыздым. Общий бәрін удалить етіп тастағым келсе, мынаның төбесінде тұрады удалить деп. Яғни қараңыздар, мына жалғыз өзін удалить еткіңіз келсе, мынаны
мынаны басасыздар. Ал общий бәрін удалить еткіңіз келсе, мына төбедегі удалить деген батырманы басатын боласыздар. Все, біздер осылай қолданамыз, барлығын осылай сызамыз, және де брокерға тіркеліп, сол жақтан позиция жасаймыз. Ал осы жерде полностью анализ жасап аламыз. Все, веб платформасын осылай қолданыңыздар, пайдаланыңыздар, табысты болыңыздар. Мына жердегі уақыттарға мән бермейміз, потому что бұл жерде бізде дұрыс уақыт көрсетпейді, өйткені Қазақстан уақыты жоқ. Біздер примерно жаңағы автомаркет, премаркет, қара зона, серый зона деп, мынау менің уақытым, сенің уақытың деп осылай ажыратып алсақ болады. Барлықтарыңызға қайырлы болсын, білім болсын, дальше сәтті сауда болсын, сәттілік.